Koy kırsın de, koyuşu beri kırsın de. Yeng bastısı basım aman bolsun de. Mıyım aman bolsun de. İyiyim aman bolsun de. Koy kırsın de. Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Бұл біздің жақында салынған қорамыз. 12 метр ені, ұзындығынан 18 метр. Мына жақта қойларымыз тұр. Сіздерге негізгі көрсетейін деген қошқарларға арналған жаңа бордақылайтын орын салып едім. Ішінен біздің жылқыларымыз. Бізде әлі жылқы жоқ. Бірақ мынандай 5 жылқымыз бар осындай. Қойларымыз мінекей. Қошқарларға арналған. Осылай салдық. Уақытша өйткені бір 2-3 айдан кейін бұл жерде болашақта ешкілерге арналған сауын орны болады. Анау жерде тесік бар негізі. Қазір қыс болғанда бітеліп тұр, жазда сол жер ашылады. Ар жағына кіргізіп шығарып осы жерде сауылатын орын болады. Ондай тесіктен бұл жерде екеуі бар. Мына жерде біреуі бар. Және ана жерде біреуі бар. Шөп жейтін науасы мынандай болды. Жаңа мен шөп салып қойып қойдым. Алдын ала дайындап қазір қойларды кіргізген кезде. Ал жем науасы неке. Мынандай пластиктен, мындай доға етіп, пластиктен салынды. Олардың шөп жейтін уақыты болды. Түс болып бара жатыр. Енді бұл жерге 10 қошқарды, ертіса 10 шақты қошқарды кіргіземіз. Қазір сіздермен бірге есігін топса қойған жоқ, мынандай қоя салдым. Өйткені бұл уақытша тек бір рет қана. Жаздағы қошқар бордақылау орынды өздеріңіз білесіздер. Қандай болғанын тапшаң қып істедік, биік қып. Егер көрем десеңіздер, сілтемесін видеоның төменгі жағына қалдыратын болам. Ал әзірше қыстық қорамыз. Тағы да бір қора бар, онда сүтті ешкілер ұстап отырған, бірақ бұл қорадан қарағанда жылы. Мына қорада сәл салқындау. Қатты суықтарда шелекпен су құйғанда бетіне мұз қатып жатыр. Ал анау екінші қорамыз, онда плюс 6 градус постоянный температурасы. Ал мына жаққа қойлар. Ал мынау жағына ешкілер болғанда да бұнда жаңағыдай ангор тұқымды ешкілер. Жүні қалың, суыққа тоңбайтын ешкілер. Ал мынау бұл жерде суыққа тоңатыны тек мынау тайсын ғана. Ангор ешкілерге қосайық деген ниетпен осы тайсынды не қыламыз. Бұл ғана сәл-пәл тоңып тұр кішкене. Ал енді сендердің араларынан мен деген 10 қошқар керек. Бар ма 10 қошқар? Мына жерге кіргізіп бордақылайтын. 1, 3-ке дейін санайым. Мына жақта тұратын болсын. 10 қошқар. 1, 2, 3. Неке. 10 тоқты қошқар дайындап алдық. Енді есігін қазір мықтап бекітеміз. Сосын азыздап жем беріп бастаймыз. Осы енді біздің салынған қорамыз. 2 жыл бұрын мен осында көшіп келген кезде мына қорадан орны, жер, арам шөп, буриан басып жатыр еді.
ағаш түгілі шұқитында тақтай жоқ еді, ағаш жоқ еді шұқитында еді. Мінекей қолдан келгенше осылай жасап жатырмыз. Мына қошқарлар. Мына жағында жүні қалың етті ешкілер. Мына жақта енді қойлар. Бұл қара сәл салқындау. Жер бос тұр. Жерге тағы да мал әкеп қойса болады. Енді сүтті ешкілер тұратын қораға қарай барайық. Алдыңғы қораның төбесі шәл нашарлау болатын болса, мынау қораның мінекей төбесі өте жақсы тақтайланған, үстіне қи төселген, мінекей мынандай. Ал оның жағасы профлиспенен қапталған. Қызыл қыз. Қызыл қыз. Кеш туған лақтар. Жазда туған. Қораның қазіргі көрінісі осы. Бірақ қораның ішін тағы да бір рет әдемілеп сылап, сосын әкпенен әкша шығу керек. Оған қазір жаңағыдай әкша жатын краска пультіме сондай іздеп жүрмін. Бұйыртса, табылса. Сондай мен әктеп шығамыз үшін. Биыл жазда темір жолдың жағасынан моторлы шөп шабатын менен бензока садится менен шапқан шөбіміз. Өте жақсы шөпті, жапырақты, дәнді. Кішкентай ғана шаруашылығыма көңіл бөліп, осы видеоны қарап шыққандарыңыз үшін мың алғыс. Аямай сегіздің лайктаны басып, қазақ тілді арнаның, қазақ тілді аудиторияның көбеюіне атсалысасыз деген үміттемін. Видеоға лайк басыңыз, төменде комментарий жазыңыз, ақыл кеңестеріңізді айтыңыз. Рахмет, аман сау болыңыздар.